Үй жағдайында самсаның қамырын қалай жасайтынды білмей жүрсіз бе? Осы рецепт сіздер үшін. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын самсаның қамырын илеуді көрсететін боламын. Алдымен бөлме температурасындағы суымызға 2 жұмыртқа, тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егерде каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақ тілді каналдың алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдын ала еленген ұнымызды массамызға салып, қамырымызды илейтін боламыз. Мен осы рецептке қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан қамырымызды осындай бөліктерге бөліп илейміз. Қамырымыз қаттылау болуы керек. Қамырдың илеуі қанғанша илеп алдық. Мінекей қамырымыз осындай қаттылықта болады. Енді осыны бөліктерге бөліп, пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Енді қамырымызды жаятын кездегі ұлпамызды дайындап аламыз. 4 ас қасық ұнымызды аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосып жіберіңіздер. Сонда самсаларымыз қытырлақ болып шығатын болады. Егерде кукуруз крахмалы жоқ болса, қажеті жоқ, осылай ұнмен жасасаңыз да бола береді. Неке қамырымыз тынды. Енді қамырды жаюымызға болады. Осылай ұлпаны салып, 5 бармақтың қамырын жайғандай жұқалап қамырымызды жаятын боламыз. Басында осылай шеттерін басып алыңыздар. Сонда қамырымыз дөңгелек болып жайылатын болады. Қамырды жайғанда бірінші шеттерін осылай жұқартып алыңыздар. Одан соң орап жайған кезде қолымыздың күшін салмай, әдемілеп жайыңыздар, сонда қамырымыз бір тегіс болып жайылып шығады. Мінекей қамырымызды тегістеп жайып алдық. Осындай қалыңдықта болса болады. Тым жұқа етіп жібермеңіздер. Енді ортасына майды дайындаймыз. Сұйық майға осылай тоң майды қосып, жақсылап ертіп алыңыздар. Егер сары май қосатын болсаңыздар, 82%-тан жоғары қосыңыздар. Енді майымызды қолымызбен жағып шығатын боламыз. Қолыңызбен жақсаңыздар, қамырға сіңіп, әдемі болып шығады. Бәрін тегістеп жағып болған соң 5-10 минутқа майымыз тоңдағанша қойып алыңыздар. Менде тоңмай болғандықтан майымыз тез тоңдап бастады. Енді үстіне екінші қамырымызды жаятын боламыз. Оған да дәл осылай майды құйып, жағып алып, тағы да 5-10 минутқа майды тоңдатып қоямыз. Майымыз тоңдап бастағанда үшінші қамырымызды әкеліп, үстіне жаятын боламыз. Дәл осылай тағы да майын құйып, бетіне жағып, тағы да 5-10 минутқа майды тоңдатып алуымыз қажет. Мінекей майымыз тоңдады, енді қамырымызды нығыздап орайтын боламыз. Ортасында ауа қалдырмай, әдемілеп ораңыздар, сонда қамырымыздың қатпарлары әдемі болып шығады. Егерде ортасына сары май жақсаңыздар, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып алыңыздар, сонда майымыз қататын болады. Мінекей менікі тоңмай болғандықтан тез қатып шықты. Енді қамырымызды жайып, самсаларымызды түйетін боламыз. Қамырды асықпай, қатпарларын кетіріп алмай, әдемілеп жайып шығыңыздар. Неке қамырымыздың қатпарлары әдемі болып шықты. Өз қалауларыңызша ішіне
салмасын салсаңыздар болады. Мен осылай асқабақпен еттен салып жасап жатырмын. Самсамызды түйгенде осы шеттерін жақсылап басып алыңыздар. Әйтпесе қамырымыз ашылып, майы ағып кетуі мүмкін. Барлығын түйіп болған соң формамызға орналастырып, жұмыртқаның сарыуызына кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз. Бетіне қалауыңызша мак күнжіт sepсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алыңыздар. Мінекей самсаларымыз дайын, өте қытырлақ, әдемі болып шықты. Видеом ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.